Ер адам болу жай ғана атақ емес, бұл үлкен жауапкершілік пен мінезді сынайтын ұзақ жол. Нағыз ер адамды қиындықтар қалыптастырады. Әрбір қиындық бұл мүмкіндік, әрбір сәтсіздік бұл сабақ. Өмірдің ауыртпалықтары саған кері тарту үшін емес, сені одан әрі мықты ету үшін беріледі. Мықты болу құлаған сайын орныңнан тұрып қайтадан алға жылжу. Өйткені жеңіс тек соңына дейін шыдағандарға ғана беріледі. Ер адамның ең үлкен күші оның тәртібі мен табандылығында. Табысқа жетудің жолы күн сайын өзіңді жеңіп, өз-өзіңді дамыту. Арманыңды орындау үшін бір қадам артқа шегінуге болмайды. Ерте тұрып, уақытыңды басқаруды үйрен, өзіңнің ең әлсіз тұстарыңды жеңіп, үнемі жетілуге талпын. Жұртшылық көрмесе де, ештеңеге қарамастан еңбектен. Себебі сенің жасаған ұсақ қадамдарың ертең үлкен жетістікке айналады. Нағыз ер адам өзінің мақсатын таба білуі керек. Мақсатсыз өмір, бағытсыз кеме секілді. Сенің мақсатың сенің өміріңнің мағынасы, ал сол мақсатқа жету жолындағы әрбір ісің сенің жетістігіңнің қадамы. Бұл отбасыңды қорғау, артыңда із қалдыру, немесе қоғамға пайдаңды тигізу болсын. Бастысы сенің әр әрекетің үлкен мәнге ие болуы керек. Мақсаты бар адам ешқашан тоқтамайды, өйткені ол таңертең не үшін оянатынын біледі. Адалдық пен мінез нағыз ер адамның ең үлкен қасиеттері. Сөзің уәдең болсын, ісің мақсатыңа жетуге бағытталсын. Ешқашан уақытша табыс үшін қағидаларыңнан бас тартпа. Адалдық сенің ең мықты қаруың, ал сенің мінезің артында қалатын мұраң. Табысты адамдар ұмытылады, бірақ олардың жасаған жақсылығы мен мінезі мәңгі есте қалады. Қорқыныш әр адамның бойында бар сезім. Бірақ ер адам қорқынышына бой алдырып тоқтап қалмайды. Қорқынышпен бетпе-бет келіп, оны жеңе білу нағыз батылдықтың белгісі. Әрбір жеңілген қорқыныш сені күштірек етеді. Қорықпа, қателесуден емес, тырыспаудан қорық. Себебі алға жылжыған адам ғана жетістікке жетеді. Ештеңе оңай келмейді. Өмір саған дайын табыс әкелмейді, сен оны еңбегіңмен алуың керек. Тек аянбай жұмыс істеп, әр күн сайын өзіңді дамытқан кезде ғана үлкен жетістікке жетесің. Ұлы тұлғаларды тек талантты емес, еңбекқорлық пен табандылық ұлы етті. Еңбек арқылы бәріне қол жеткізуге болады. Есіңде болсын, өмір сені түрлі сынақтармен тексереді. Ол сені шаршатып, шегіне жеткізеді. Бірақ нағыз ер адамды қиындықтар емес, оған қалай жауап бергені анықтайды. Құлаған кезде орныңнан тұр, жеңілген кезде қайта баста, ешқашан берілме. Сенің жолың ұзақ болуы мүмкін, бірақ соңы жетістікпен жеңіс. Өзіңнің өміріңді мәнді ет, айналаңдағы адамдарға үлгі бол, және артында жақсы мұра қалды. Себебі ер адамның ұлылығы оның жасаған істерімен өлшенеді. Жазбаға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, тіркелу батырмасын басып, каналға тіркеліңіз. Келесі бейнежазбаларды жіберіп алмас үшін қоңырауды да басып қойыңыз.